Балалар, ана тілі сабағы 27-ші сабақ. Қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақты шешіп көріңдерші. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Мойны ұзын, көзі үлкен. Бұл не? Өзің тауып ал. Қазір мына үй жануарларының ішіне қандай жануарлар туралы айтылды? Дұрыс айтасыңдар. Яғни түйе туралы. Ал сендер білесіңдер ме? Түйенің баласын не деп атайды? Әрине, бота деп атайды екен. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бота және тасмал. Бүгін сендердің білетіндерің алдағы мақсатымыз өлеңді мәнерлеп оқу, өлең не туралы екенін білу, сөздерді дұрыс тасмалдай алу және әдемі көркем жазу. Балалар, түйенің бірнеше түрлері болады екен. Олар қоспақ, айыр түйе, нар түйе және олардың боталарында түрлері бар екен. Үлек бота, айыр бота, нар бота, қоспақ бота болып 4-ке бөлінеді. Міне өздерің көріп тұрғандай, әрбір түйенің қасында өзінің боталар тұр. Яғни түйе бота мына жерде. Мынау 2 өркешті боталар. Оның боталарын түрі де әртүрлі. Мынау 1 өркешті түйенің ботасы. Өлеңнің аты бота. Айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының, тостағандай көзің, әдемісің өзің. Өлеңнің авторы ақын Абдрахман Асылбек. Енді сұрақтарды оқиық. Түйенің пайдасы қандай? Бота, табан сөздері қалай тасмалданады? Балалар, өлең не туралы айтылған? Кішкентай, түйенің ботасы туралы айтылған. Оның көзі қандай екен? Табаны қандай? Кәнекей, сол сұраққа жауап берейікші. Табаны жалпақ, мойны иілген, көзі тостағандай, ерні салбыраған екен. Бота, табан сөздері қалай тасмалданады? Балалар, алдымен біз бота, табан деген сөздерді не істеп аламыз? Буынға бөліп алайық. Кәнекей, буынға бөліңдерші. Дұрыс. Бота. Яғни сөздің жазып келген сөздің шетіне сыймаса, біз оны бірінші буынға бөліп аламыз. Бо, содан кейін екінші жағына та деп бөліп өтеміз. Табан деген сөздерді өздерің айтып көріңдер. Ендеше балалар, тасмал туралы видеоны көріп алыңдар. Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал, жағдайларың қалай? Демалыстарың қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасмалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, уыл деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралып тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасмалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасмалдамаған ғой. А, ол, а, уа, а, та деген сөздерде 2 буын бар. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбыс жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әкке, ана, ақын, өкі, емен,
осы сөздердегі ә, а, ү, е дыбыстары жеке буын құрап тұр. Бірақ бұл сөздерді тура осылай буынға бөлгендей тасымалдауға болмайды. Дана, мен саған сөздер айтам. Сен оларды бірінші буынға бөл, одан соң дұрыс тасымалын айт. Мысалы, ойыншық, етікші, арыстан, инелік, орындық, ірімшік. Ойыншық, ойыншық, етікші, етікші, инелік, инелік, орындық, орындық, арыстан, арыстан, ірімшік, ірімшік. Жақсы, Дана. Буын мен тасымалды жақсы түсініпсің. Сендер тасымал туралы видеоны, яғни бейне жазбаны тамашалап көрдіңдер. Ол жерде тасымалдың қалай тасымалданатын сөздердің буынға бөліп, тасымалданатын сөздер және тасымалданбайтын сөздер туралы көрген боласыңдар. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Түйе төрт түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Осы сөйлемнің ішінде қандай сөздерді тасымалдауға болмайды екен? Бұл жерде төрт деген сөзді тасымалдауға болмайды, және ол деген. Не себептен балалар? Себебі төрт деген сөз біріншіден буынға бөлінбейді, бірақ буын. Екіншіден ол буынға бөлмегеннен кейін біз тасымалдай алмаймыз. Төрт деп оны тасымалдауға болмайды екен, бір буынды. Екінші, ол деген сөздерді, мысалы, о, бір жақ шетіне, екінші л деп жалғыз әріпті тасымалдауға болмайды. Осыны естеріңіз сақтаңдар. Үшінші жаттығу, сөздерді оқып, бұл сөзді тасымалдауға бола ма екен? Ал балалар, бірінші біз бір буынды сөздер тауып алайықшы. Бір буынды сөздер қай жерде тұр? Жент, содан кейін от, сүт. Бұл үшеуі бір буынды. Тасымалдауға бола ма? Жоқ, жаңа біз айтып өттік. Екінші, екі буынды сөз табайық. А, та, а, қын, ні, а, уа, же, өрік. Осы сөздердің барлығы да неше буын? Екі буын. Бірінші қандай буыннан тұр? Барлығы да бір әріптен тұр, бір дауысты дыбыстан тұр. Сондықтан бір әріптен құралған сөздерді тасымалдауға болмайды екен. Ендеше ережені оқиық. Есіңе сақтап ал. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Жаңа біз жаттығуда мысалдар келтірдік. Енді мына жерде де мысалдар тұр. От, сүт, шаш. Бұлар бір буынды. Тасымалдауға болмайды. Ақын, орақ, ні. Бұлар екі буынды, бірақ бір дыбыстан, бір дыбыстан ғана айтып өтті. Бірінші буыны бір дыбыстан ғана құралыпты. Сондықтан оны да тасымалдауға болмайды екен. Келесі жұмыс дәптерімен 28-ші беттегі у әрпін, бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп жазу. Балалар, у қандай дыбысқа жатады? Дауысты, дауыссыз. Мысалы, ауа деген сөз алсақ, у дауысты дыбыстан кейін келіп тұр, яғни ол дауыссыз. Ал егенде су деген сөзді алсақ, с дауыссыз, у дауысты болады екен. Яғни әдемілеп көшіріп жазасыңдар. Екінші жаттығуды жаңа айтып өттік, оны да осы жерге жазасыңдар. Балалар, мына жерде сұрақ белгісі тұр. Оқиық. Малдың баласын қалай сүйетін білдіретін сөздерді тауып жаз. Яғни өзің ойланып тауып жаз депті. Қой сүйеді баласын қоңырым деп. Сиыр сүйеді баласын тортағым деп. Ешкі сүйеді баласын лағым деп. Түйе сүйеді баласын ботақан деп. Жылқы сүйеді баласын құлыным деп.
мінекей осылай өздерің әдемілеп толтырып жазасыңдар.